Кешіріңіздер енді уақыт қалған екен. Балалар, естіле ме сіздерге? естіп. Онда міне бірінші неде айттым, сабақтың барысы, одан кейін сабақ бойынша тапсырмалар беріледі. Ол тапсырмалардың бәрін тыңдап болғаннан кейін мына жерге кері байланыс жазып жібереді. Мұнда толық аяқталмаған, таңдау әдісі бойынша кері байланыс мұнда міне жазылып тұр. Мысалы үшін, бүгін мен зымырандар қай жерден ұшыратынын білдім. Сабақ қызықты болды, қиын болмады. Барлық тапсырманы орындадым. Ғарыш айлағы не үшін керек екенін түсіндім. Яғни бұл жерде балалардың неге мен қызыл, көк қылып белгілеп қойдым. Яғни мен басында ойлағанмын, жақсы жауап бергендерге көк, одан кейін жасыл, одан кейін қызыл, сары, одан кейін қызыл деп. Оған балалардың тақта барлығына көрініп тұратын болғандықтан, мен оның балалардың көңілдеріне қаяу келмесін деп, көк пен ұлдарды, қызыл мен қыздарды белгілеп қойдым. Бұл енді келесі бізде тапсырмаға бағытталғанның енді келесісі бізде. Мұнда енді қазақ тілінде диктант алуға арналған тапсырма. Мұнда мына жерде бізде диктанттың мәтіні беріледі. Онда мұғалім тапсырманы орындау үшін мұғалім алдын ала оқып, оны жібереді екен аудиозаписпен. Видеозаписпен де жіберуге болады. Одан кейін балалар диктанттарын жазып, мына жерге сабақ бойынша кері байланысты жібереді. Мысалы үшін, мен өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды дейді. Мен үшін сабақ түсінікті болды, тапсырмаларымды орындадым, сабағыңызға рахмет дейді. Енді осы жерде бізде қазір мұғалімнің жеке кері байланысы бар, яғни қазір сіздерге тағы көрсетейін. Мына жерде жаратылыстануға арналған сабақты. Міне, бұл да сабақтан кейінгі кері байланыс. Бұл да балалардың кері байланыстары, мысалы үшін, жаңағы ол да ғарышқа байланысты өтіп жатқандықтан соған жазылған кері байланыс. Балалар жұмыстарында жүктеп жіберуге болады екен. Мына жерде жаңа ереженің соңынан міне мұғалімнің оқушыға кері байланысы болады. Мына жерде Айман апай барлық тапсырманы орындап отырған балаларға кері байланыс жасаған екен. Бейне кері байланыс жасады. Бұны да бірден осы Padlet арқылы жұмысты жасап отырып кері байланыс жасауға болады. Раушан апай, даусыңыз естілмей тұр. Енді бұл мұғалімнің кері байланысы. Енді сіздерге осыны тәжірибе жүзінде көрсету үшін сіздерге қазір әріптестер үні деген Padlet арқылы бүгінгі вебинарға байланысты тапсырма орындатайық, егерде рұқсат етсеңіздер. Өз таңдауыңызды жасаңыз дейді. Сіздерге қазір Алмалбаққа сілтеме келді. Сол сілтемені кіресіздер. Сілтемеге кіргеннен кейін төмен жағында қызыл крестик тұр. Қосу амалы тұр. Сол қосу амалын басасыздар. Қосу амалын басқаннан кейін название деген жерге аты жөндеріңізді жазасыздар. Ары қарай өздеріңіз жұмыстарыңызды аудиомен де, бәрімен де жібере бөлуге болады екен. Түсініп отырсыздар ма? Түсінікті, бәрі жақсы естіліп тұр. Енді мен осыны сіздер маған жіберсеңіздер. Сіздер қазір маған жіберсеңіздер, мен оны қабылдап алуым керек. Бір-екеуіңіз жазып жіберіңіздер. Мына жерде кері байланыстың, мысалы үшін кері байланыс, мына суреттерде жазу көріну үшін суреттік бассаңыздар үлкейеді. Міне, келіп жатыр. Көсімнен келді міне. Бірақ та кері байланыстың жазбапты екен. Кері байланыс бірден жазу керек. Оны барлықтарымыз көріп отырамыз, барлығымыз.
Осылай жалғаса береді енді. Раушан скачать ету керек па? Жоқ, скачать етудің қажеті жоқ. етпейсіздер. Сілтемені басасыздар, болды. Кез келген бір сөзді жазып, мысалы, жіберулеріңізге болады. Жібересіздер, жіберуге болады. Ол қазір менің тақтама келеді. Енді осындай дайын кері байланыстың үлгілерін сабақ біткеннен кейін, әр тапсырмадан кейін қойып, соған дайын жіберуге болады, уақытты үнемдейді ол. Раушан Курмашевна жазғаннан кейін просто добавить пост дейміз ба, болды ма, содан кейін ничего не надо, да? Добавить пост деген басасыздар, болды. Қазір соған келіп, ары қарай қорытынды жасайық. Енді жаңа айттық, Padlet виртуалды тақтасын қолданудың мүмкіндігі көп дедік, жаңа айттық қой. Соның ішінде ол бастауыш сыныптарда портфолио ретінде балалардың салған суреттерін қоюға болады, фотоларын қоюға болады, грамоталарын қоюға да болады екен. Сол жиналыстарда жақсы, ата-аналар жиналысында бірден балалардың жетістігін көріп отырады. Жалғыз өзінің баласын емес, сыныптың балаларын, сыныптың оқушыларын бірақ жетістігін көреді екен. Яғни бұл жерде бәріміз үшін деген мақалды осыған қолдануға болады екен. Себебі барлық, тек әркім өз басын ғана ойламайды, сыныптың жетістігін қорғауға өте қажет екен. Міне мына жерде енді мен жаңа айтып өттім, осы Padletтерді енді жасаған жұмыстарды сурет ретінде сақтауға болады екен. Одан кейін PDF-қа документ түрінде сақтауға болады. Өздеріңізге міне қысқаша көрсетіп отырмын. Егер де сұрақтарыңыз болса, кейін тағы да айтамын. Міне барлық балалардың жазған жұмыстары жаңағы міне сақталған жұмыстар болар. Бұны түзетуге болмайды ғой, мен слайдқа салып отырмын. Ал ана жерден кемшіліктерін түзеп, қателерін жөндеп, қайтадан кері байланыс жасауға болады ол балаға. Енді оның қандай жетістігі бар? Мысалы үшін сабаққа қатыспайтын, қате жазатын, нашар оқитын балалар, ана жақсы жазып жатқан балаларға қарап қызығып, өзінің кемшілігін жөндейді. Соған талпынады. Мен неге жаза алмаймын? Мен неге осы оқушы сияқты орындай алмаймын? Мен де орындап көрейінші деп, осы ынталанып, талаптана түседі екен. Мотивация пайда болады, яғни. Бұл Padlet'in кері байланысы бізге не берді? Нақты, түсінікті, уақытылы, тақырыпқа сай, үрдістің қалай жүріп жатқанын көрсетіп отырады, жетістіктер мен кемшіліктер жөнінде ақпарат бере алады, өзара сыйластық пен жақсы қарым-қатынас атмосферасында жүзеге асады. Оқушылардың ой бағытын өзгертуге, қатесін түзеуге, дұрыс жауап беруге уақыт бөлінеді, жетістікке әкеледі. Қашықтықтан оқыту жағдайында оқушыларға тиімді кері байланысты қамтамасыз ету бұл мұғалімнің сыни шеберлігі. Мұғалімдерге онлайн кері байланыс дағдыларын жетілдіру үшін өмір бойы білім алу ұстану қазіргі уақыттың ең өзекті мәселесі болып отыр. Назарларыңызға рахмет, әріптестер. Енді сіздерге Padlet'тің қорытындысын көрсетейін. Жаңағы қанша мұғалім қайтадан кірейін. Жоқ, қайтадан кірген. Жауып тастайын. Қалай жауып? Кешіріңіздер енді. Жоқ, мынаны жауып тастауым керек қой. Қайсыны? Енді демонстрация экраны. Кетіп тұр ғой. Padlet'терді ашайық. Қазір шыдай тұрыңыздар енді. Оны мен жаңадан меңгеріп жатырмын өзі. Міне сіздердің жазғандарыңыз қазір келу керек мына жерге. Интернет нашарлау болып тұр, сондықтан міне келді. Қаншама әріптестеріміздің жұмыстары. Енді осылардың бәрін бізге одобрить етуіміз керек. Міне Жанна Маратовна жазды. Мектебімізде ізденетін мұғалімдердің көп болуы өте керемет. Сізге де рахмет айтамыз. Бірден міне сіздер де қарап отырсыздар ғой, телефондарыңыздан егер көрсеңдер, кімнің барлығы міне.
Жағымды біздің вебинарға арналған кері байланыстарыңызға рахмет. Осы біздің қоржынымыздағы сәлемдемемізді өздеріңізге салып аласыздар деп ойлаймыз. Сұрақтарыңыз болса, онда көмек беруге дайынбыз. Назарларыңызға рахмет. Міне, біздің бүгінгі жұмысымыз осымен аяқталуға жақын. Сіздерге рахмет. Гүлнар. Иә, құрметті әріптестер, егер де бастауыш сынып бірлестігінің ішінде өздеріңізге қажетті деген керекті деп түртіп алған заттарыңыз болса, кез келген уақытта бастауыш сынып мұғалімдері сіздерге көмек беруге әрқашанда дайын. Енді келесі кезекте эстетика пән бірлестігінің жетекшісі Мұсырманқұлова Қамшат Ануарнаға сөз беріледі. Сұрақ қоюға бола ма? Болады, сұрақ қойсаңыздар. Сұрақ қойыңыздар. Болады, сұрақ қойсаңыздар. Кешіріңіздер енді. Сәлеметсіздер ме, әріптестер. Пока Камшат Ануары дайындалып отыр, мен бір-екі сұрағым бар. Ең бірінші, бастауыш әдісіне бірлестігіне үлкен рахмет. Біз қазір мұқият тыңдап, көп нәрсенімізді алдық, көп керемет нәрсе бар. Ең бірінші маған ұнағаны сіздің бірлестіктердің ұйымшылдығы. Керемет ұйымшылдық, бір-біріңізді қолдап, бір-біріңізге көмектесіп, ең бірінші дайындық тобының мұғалімдерге сөз беріп, оларды жетектеп, олар ең бірінші оларды ондай стаж работа жоқ қой сіздерде сияқты, бірақ оларды ең бірінші оларға сөз беріп, олар сол мұғалімдерді дайындап, маған өте ұнады. Екінші ұнаған жері ізденіс, шығармашылық, сондай шығармашылық ізденеді кейбір мұғалімдер, бірақ оның пайдасы да шамалы. Сіздер ізденіп, сол шығармашылық шеберлігіне соны қосып отырсыздар. Маған өте ұнаған сол. Тағы да ұнаған инклюзив оқушылармен қалай жұмыс істейсіздер, иә? Біз кейбір кезде сол оқушылардан өтіп кетеміз. Ой, сол оқушыларда қалай сондай оқушылармен жұмыс істеу керек, сіздер прямо анық әдіс тәсілдерді көрсетіп шықтыңыз. Ол маған өте ұнады. Сосын енді мұғалімдер, маған ұнаған тағы да мұғалімдердің арасында, бастауыш сыныпта біз көп білмейтін нәрсені қазір бізге ашып отыр. Допустим, Айнара Садыковна да Иленинг туралы айтты. Бірақ ол жақсы бастады, оның дикциясы да керемет. Тыңдауға да прямо легко ее слушать. Но бірақ ол ашты, көрсетті, тез жаба салды. Біз күтіп отырдық, қазір тағы да көрсетеді, наны көрсетеді. Кім, Рушан Кумашин мен Айман Сапановна керемет прямо ашып, Падлет платформасын ашып, бізге көрсетіп, и кері байланысты прямо керемет, бәріміз көріп отырмыз, қалай жазуға болады. Мен де жаздым, рахмет, керемет деп менің сөзім. Соны жақсы ұнады бәрі, бірақ мұғалімдер прямо өз көзімен көріп, қалай оны шынайы, қандай кері байланысты, қандай жұмыс жасауға болады деп, маған сол өте ұнады. Қанша 2-3 апта сіздер дайындадыңыз да, енді 2 апта, но сол аптаның ішінде прямо көрініп тұр, что біздің мұғалімдердің ізденісі тоқтамайды. Ананы көреді, мынаны көреді, мынау бізге пайдалы ма, мынау бізге керек заттар бар ма деп. Ал енді сол маған өте ұнады, что сіздер бір неде қалып тұрмай, басқа жақтан ізденіп. Себебі мир же меняется, на месте же ничего не стоит. То, что устарело, вы уже не пользуетесь, а то, что новое, вы уже прям активно используете. Это супер, это очень хорошо. Ал енді осындай сұрағым бар да, әр сыныпта бастауышта меньше 30 учеников нет. Вот как на одном уроке бір сабақтың ішінде сол 36, 38, 39 оқушыны қалай білімін тексеріп аласыздар да, қалай баға қоясыз? Сіздерде ондай бар ма әдіс тәсілдер? Қазір Раушан Кумашин айтты, өте жақсы айтты, что в конце балалардың жұмысын тексеруге очень удобно деп да. Жалпы сіздердің арасында 38, 35 оқушыны қалай бір сабақтың ішінде тексеріп алуға болады? Жылдам, иә, шынайы и объективті түрде. Екінші сұрақ,
Қазір айтып жатыр ғой бізге, что әдістемек неде хатта, что сабақ 40 минут өтуге болмайды, 20 минут өту керек, иә. Сонда 20 минуттың ішінде 40 минут береді бізге, но бірақ 20 минут тек қана немен, телефонмен. Басқа уақытты қалай пайдаласыз? Сіздер сабақты 20 минут өткізесіз или 40 минут өткізесіздер ме? Соған сұрақ айтыңызшы, пожалуйста. И үшінші сұрақ, бірінші сұрақ, көп бала оқушыларды қалай тексересіз? Екінші сұрақ, сабақ 40 минут или 20 минут өтеді. Үшінші сұрақ, вот қазір балаларға кері байланыс уақытта беріп отырмыз ғой, күнделік бізді тексеріп отырады да? Күнделік бізді тексереді. Если кері байланысы уақытында баға қоймасақ, сонда біз қаламыз ғой, неде, статистикадан. Ал енді білім сапасын өсу динамикасы байқадыңыз ба? Кәмшат Ануарына кішкене қоя тұрасыз ба? Мен 3 сұраққа пока ұмытып қалған мынандай сұрақ қойдым. Сол, значит, білім сапасын өсу динамикасы бар ма? Кері байланыстың несі, нәтижесі қаншама пайдасы? Я бірінші сұрақ, көп баланы қалай тексересіз? Екінші сұрақ, 20 минут или 40 минут сабақты өткізесіз? Үшінші сұрақ, білім сапасын өсу динамикасы байқадыңыздар ма? Сол, 3 сұраққа жауап беріңізші. Рахмет. Жақсы, Сәуле ханым, сіздің сұрағыңызға бізде енді осы жерде бастауыш ұйымдарының ішіміздегі үлкен біздің тәлімгеріміз деп айтсақ та болады. Раушан апай осы сұраққа жауап берсе. Қазір мен сол сұрақты естіп отырмын. Міне, рахмет сіздерге. Біріншіден кері байланысты жазғаныңызға Сәуле ханымға рахмет. Тақтамыздың бірінші бетіне қойып сақтап қоямыз. Енді мына сіз айтқан 34-35 баламен қалай сабақ оқытасыздар, қалай бағалайсыз деп жатырсыздар. Енді біздің сыныбымызда менде 32 бала оқушы бар, яғни бізде 40 минут сабақ өткізгенде оны деңгейге бөлеміз. Деңгейге бөлген кезде ең бірінші, егер тақырып болған жағдайда бірден сабағымызды қызықтыру арқылы, яғни қызығушылығын ояту әдістері арқылы бастаймыз. Сол тақырыптарды түсіндіріп болғаннан кейін сол тақырыпқа байланысты видеолар болса, видеоларды аймектепте білімнетті қолданамыз. Осыларды қойып, біз балаларға арнайы тапсырма береміз. Сол видеоны көргеннен кейін бірден нұсқау айтамыз. Бірінші, бейне сабақты көр. Екінші, оқулықпен салыстыр. Үшінші, сол бүгінгі жаңа тақырыппен бейне сабақты салыстырып отырып, оқулықтан осы тапсырманы бер дейміз. Оқулықта бізде 10 шақты тапсырмалар беріледі. Соның ішінде бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырманы біз таңдап аламыз. Ол үшін алдын ала біз түнімен сол сабақтарды дайындаламыз. Сол сабақтарға байланысты тақырыптарды, видеоларды, тапсырмаларды іздеп дайындаймыз. Одан кейін онлайн мектеп барлық тапсырманы орындағаннан кейін бізде барлық жаңа тақырып түсінікті болады ғой. Содан кейін сабақтың 15-20 минутынан кейін біз онлайн мектепке көшеміз. Ол үшін онлайн мектептегі таныс емес тақырыптарды алдын ала біз ереже түрінде қиып алып, сол бойынша дәптерлеріне жаңа мәліметті есіңе түсір деп жазғызып, қарындашпен сыздырып отырамыз. Сол кезде балаға онлайн мектеп тапсырмасын орындау өте тиімді. Одан кейін онлайн мектепті бірінші орындайтындар бар, одан ең соңынан орындайтындар бар. Соған деңгейлік тапсырма береміз. Онлайн мектепті орындап болған оқушылар менің осында сабақ бойынша сұрақтарыма жауап беріңдер деп, немесе сөз жұмбақ шешіңдер деген сияқты шығармашылық жұмыстар дайындаймыз. Әрбір сабаққа жауап берген ауызша сабақтар бойынша біз шамамыз келгенше тыңдап отырамыз. Көбінесе кішкентай оқушы болғандықтан олар бірінің сөзін бірі қайталайды. Сондықтан енді қайталамас бұрын біз тағыдан нұсқаулық береміз. Қазір мен сендерге тапсырма сұрақтарды беремін. 2 оқушыдан кейін қайталамаймыз, келесі тапсырмаға көшеміз. Осындай тапсырма береміз. Одан кейін жаңа сіз айттыңыз, қалай тексересіз деп. Тексерген кезде біз жазбаша, ауызша қанша оқушы жауап береді, мен сол бойынша кері байланыс жүргізіп өтемін де, соңында қатыспаған оқушыларға айтамын, сендер қазір түстен кейін сабаққа ауызша қатыса алмаған, немесе интернеттің техникалық жағдайына байланысты қоса алмағандар түстен кейін маған ауызша
жібересіңдер деп әсіресе әдебиетті оқу, жаратылыстану сабақтарынан сондай тапсырма беремін. Ал ауызша қатысып қойған балалар не істейді? Олар жаңа тақырыптан үйренген жаңа мәліметті дәптеріне жазып, ереже сияқты жазып, кесте құрастырып, топтастырып құрастырып, жаңа мәліметті есіне сақтау үшін мен айтамын, компьютерде сендерде тұрады ғой, сохранить деп, сақтау деп. Сол сақтау дегеніміз ол, сен ана көк қарындашыңды, қызыл қарындашыңды алып, соны қоршайсың. Сол саған арнайы ескерту болып тұрады. Егер де жаңа тақырып болған жағдайда сол ережені пайдаланасың деп айтып отырамын. Одан кейін бізге сағат 6-ға дейін онлайн мектепті барлық бала орындауы тиіс дегенін айтамын. Орындап болғаннан кейін сағат 9-ға дейін маған жазба жұмыстары келеді. Сағат 9-дан түнгі 12-ге дейін біз күнделік кезекке қойып шығамыз бағаларын түгел. Кері байланысты күнделік кезекке қоямыз. Ол кезде міндетті түрде жақсы оқитындарға 10 балл қойып, өте жақсы деп қоямыз. Ал қателеріне қате жазғандарға қасына міндетті түрде қандай қате бар. Мысал үшін, жарайсың, сен осындай бірақ қате жібердің, ережені қайтала. Немесе номер 4-ші есебің қате болып тұр, соны қайтадан шығарып көр деген сияқты ұсыныстар айтамыз. Одан кейін енді бала күнделік кезекпен ата-ана қалай кері байланысқа түседі. Таңертең тұрған кезде мен оларға мынандай не жазамын. Қазір сіздерге оқып берейін. Күнделікті балаларға айтып отырамын. Бибі апай, микрофоныңызды өшіріңізші. Қазір мен сіздерге кешіріңіздер. Ахстанова Биби, микрофонды өшірсінші. Прямо не Қазір мен помехи. сіздерге бүгінгі сабақты, алдыңғы сабақтарында айтып берейін. Міне былай бастаймын. Қайырлы таң оқушылар, бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Балалар, кеше онлайн керемет. Сендер сондай ақылды, еңбекқор баласыңдар. Бірақ арамызда орындамай қалған оқушылар бар. Ол балалар сендерден үлгі алады деп ойлаймын. Бүгіннен бастап біздің сыныбымызда жалқау, еріншек бала болмайтын шығар. Сабаққа міндетті түрде уақытында бәріміз қатысамыз. Бәріміз біріміз үшін деп жұмыс жасайық. Мен сендерге сенемін, мен сендерді жақсы көремін деп жазамын. Одан кейін бізде арнайы ортақ группа бар ғой, сол сабақ деген группамыз бар. Осы жерде біздің мұң-мұқтажымыз айтылады. Сол жерге жазамын, содан астына сабақ кестесін жіберемін. Сабақ басталмай тұрып, алдын ала онлайн мектепке кіріп, логин пароліңнің дұрыстығын тексер. Онлайн мектепке кіріп қайтадан шығасың. Телефоныңды тазалап дайындап қой. Барлық сабақтың тапсырмалары сабақ уақытында беріледі деп, сабақтың кестесін уақыты қоямын. Осы кезде балалар мені сабақ үстінде мазаламайды. Онлайн мектепке кіре алмай жатыр, мен сөйте алмай жатырмын деп мазаламайды. Енді бұны мен сағат нешеде жіберем? Мен оны сағат 8-де жіберем. Содан кейін сағат 9-да таңертеңгі сабағымызды бастаймыз. Содан сағат 1-ге дейін сабақ өтеді. Сабақ біткеннен кейін әр группаның есіктерін жауып отырамыз. Только админге қойып тастаймын, өйткені келесі сабаққа келтірмеу керек. Одан кейін 5 минут үзілістен кейін сабаққа басталады. Сабақ болғаннан кейін кері байланысымыздың бәрі өтеді. Сағат 1-де сабақ біткенде балаларға айтамыз. Сағат 1-ден 2-ге дейін үзіліс, обед баяғы, тамақ ішеміз. Сондықтан түгел группаларды жауып тастаймын. Сағат 2-де ашам, содан кейін тапсырмалар келеді. Сұрақтарыңыз бар ма енді? Осы менің айтарым. Балаларды түгелдей бағалап үлгереміз деп ойлаймыз, ауызша да, жазбаша да. Түнгі 12-1-де тіпті 3-те жататын кездеріміз бар. Күнде осы. Күнде осы енді. Түнгі 12-де 1-де бір-бірімізге айтып жатамыз. Қанша тапсырмаң қалды, келесі бейне сабағың дайын ба? Егер таба алмасаң менен ал деп түнгі 12-1-де бір-бірімізге кері байланыс ретінде мұғалім бастауыш қыздар ұйықтамай сабағымызды дайындап таңертеңге дайындап қоямыз. Өйткені свет өшіп қалуы мүмкін, интернет болмай қалуы мүмкін. Сондықтан қаруланып барып ұйықтаймыз. Енді біздің ұйқымыз 5-6 сағаттық болып жүр енді. Жазда ұйықтаймыз ғой. Сол үшін. Қандай еңбек. Енді біздің жұмысымыз осы. Рахмет сіздерге. Күшті. Керемет, рахмет. Сол. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет сізге де. Сұрақтарыңыз бар ма? Сәлора ханым, түнгі сағат 12-де, 2-де звондасаңыз, бастаушының мұғалімдердің бәрі стартта тұрады. Біз өйткені параллельмен пән бойынша бөліп аламыз да, сол пән бойынша дайындаламыз. Мысалы, 2-ші сыныптарда бүгін мен қазақ тілін дайындасам, 2-ші мұғалім математиканы дайындап жатады. Сөйтіп түнгі сағат 10-да дайын болған кезде ортаға салып талқылап, ертесі күні сабаққа дайындалып, содан кейін барып жатамыз.
Сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі кезекті берейін. Сұрақтарыңыз бар ма? Мына жерде кешіріңіздер, Гүлнар. Айта Мына беріңіз. жерде паджетке кері байланыс жібергенде көбі название деген жерге аты жөнін жазбапты. Ол үшін мына жерде сіздерде 3 нүкте тұр ғой. Сол 3 нүктені бассаңыздар, қарындаш шығады. Сол қарындашты басып, аты жөндеріңізді жазып қайтадан жібере салуға болады. Көбі түсінікті рахмет деп жазыпты. Фамилия керемет. Гүлнар қызықты болды. Сәлора ханым, мен сіздің фамилияңызды да атыңызды таба алмай отырмын. А мен жазған жоқпын аты жөнімді написано. Бәсе, таба алмай отырмын. Аноним Анонимда келе береді ол жерде. Ал балаларға міндетті түрде мен былай жазамын. Бірінші аты жөніңді жаз, екінші кері байланысты жазасың деп. Өйткені балалар көп қой. Кім не жазғанын білмейміз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Раушан апай, сізге көп рахмет. Сәлем ханымна, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, керемет. Күшті. Маған өте ұнады. Онда келесі кезекті Кәмшат Ануарнаға берейік. Қай жерде тұр? Мынау ма? Естіліп тұр ма? Сәлеметсіздер ме? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы. Сәлеметсіздер ме? А почему вы черно-белые, Камшат Ануаровна? Менің нем дұрыс емес, нем видео камерам дұрыс емес. Неисправный. Мұна бастауыш әдістемелік бірлестік әріптестеріме көп рахмет айтамын. Сіздердің еңбектеріңіз енді баға жетпес еңбек қой. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Эстетикалық пәндер мұғалімдері әдістемелік бірлестігі қашықтан оқыту жағдайындағы сабақта тиімді кері байланыс әдістерін қолдану тақырыбында біздің жұмысымызды тамашалаңыздар. Күн тәртібінде Мұсырманқұлова Камшат Ануаровна әдістемелік бірлестік жетекшісі мұғалім шеберлігі мен кәсіби құзыреттілігінің оқу нәтижесіне әсері, музыка пәнінде қолданылатын тиімді кері байланыс әдіс тәсілдері, музыка пәні мұғалімдері Мұсырманқұлова Камшат Ануаровна, Қожахметов Қалсын Жолдасбаевич. Көркем еңбек сабағында кері байланыстың тиімділігі. Көркем еңбек пән мұғалімдері Бекетаева Айнара Мауленовна, Қалиева Роза Мырзажановна, Адилханова Сымбат Төлеуханқызы өз еңбектерін көрсетеді. Мен өзімнің сөзімді басты мына сөздермен бастағым келіп отыр. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген Ыбырай Алтынсарин айтқан екен. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң ең әуелі мектепке керегі білімді педагогика, методикалық хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім деп Ахмет Байтұрсынов айтқан екен. Маған Антон Семенович Макаренконың мұғалімнің шеберлігі мен кәсіби қабілеттігі туралы айтқан сөздері қатты ұнады. Егер педагог шебер, педагогикалық шеберлігі үстем болмаса, жақсы сабақты ұйымдастыра алмайды деп ойлаймын. Шебер педагог бұл жоғары мәдениетті өзінің шебері, оқыту мен тәрбиелеу әдістемесін білетін психологиялық білімі бар, сонымен қатар әртүрлі ғылым саласынан хабардар маман. Педагогикалық шеберлік балаларды сүйетін, жүрек қалауымен жұмыс істейтін әрбір педагогтың жетер тәрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнері. Біздің Алмалбақ мектебінде осындай ұстаздар бар, жеткілікті деп ойлаймын. Кері байланыс адамның өзі куә болған оқиғаға немесе басқалардың әрекетіне айтылған пікірі. Сырт көз сыншы дегендей, мұндай сырт пікірдің өз әрекеттеріңді реттеуге, жақсартуға тигізетін септігі өте жоғары. Сол себепті бүгінде кері байланыс үйренудің білім алу жүйесінің маңызды ұғымы деп есептелетінде сол. Кері байланыс арқылы алынатын мәліметтер, әсіресе өз
біліміне түзету мен өзгертулер енгізу ісінде өте құнды болып табылады деп айтқым келеді. Келесіде әріптестер, кері байланыс оқушыны оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой пікірін таңдауға. Ой, әріптестер көрініп тұр ма? Слайд көрінбейді, слайд өзіңді ғана көріп тұрмыз. Сейчас. Мен неден шығып кеттім ой деймін. Енді қосылды ма? Қосылды ма? Қосылды. Рахмет. На весь экран жіберсің, иә. Аха, хорошо. Кері байланыстың анықтамасын біз осы вебинар басталғаннан естідік. Оған көп тоқталмай, азғандай ғана түсініктеме беріп, өз практикама өткім келіп отыр. Кері байланыс мақсатқа жетелейтін нақты әрекет. Мен музыка пәні бойынша сабақты құру барысында қандай әдіс тәсілдер қолдансам, жоспарлаған мақсатқа жете аламын ба деп көп ойланамын. Әрбір сабақ қызықты және түсінікті нәтижелі болу үшін тиімді кері байланыс тәсілдерін қолдануға тырысып келемін. Сабақта мен жетістік баспалдығы, бағдаршам, аяқталмаған сөйлемдер, шығу билеті, тест сұрақтарын мен 2-ші тоқсанның басынан практикама қолдана бастадым. 1-ші тоқсан кеткен кезде сабақтарыңызды жаңадан тағы бір жаңаша тәсілдер қалай қолданасыңдар деген кезде мен каникул кезінде көп ойланып осы тест пен шығу билетін практикама қосқанмын. Ал бағдаршам кері байланысын мен нотаға айналдырып, өзім басқаша тәсіл жасап алдым. Егер де бала толық түсіндім десе, соль нотасын таңдайды да, жасыл түспен бояп кері байланыс жібереді. Егер сұрағым бар десе, ми нотасын таңдап, нота сызығына орналастырып, сары бояуға бояйды. А егер де тақырыпты мүлдем түсінбедім десе, до нотасын бірінші басқыш таңдап, қызыл бояуға бояп жібереді. Бірақ практикамда мен сабақты түсінбедім деген баланың кері байланысын мен әлі естігенім жоқ. Жаңағы айтып өткенімдей, шығу билеті тест деп отырмыз ғой. Мен 2 түрде қолданамын. 2 түрде болғанда шығу билеті ол тақырыпты толық игергендер туралы 3-4 қана сауалнама қоямын, сол арқылы білемін. А тест арқылы тақырыпты пысықтау ретінде қолданамын. Мынандай ссылка жіберем WhatsApp желісіне. Сол арқылы мен сол заматта балалардан келген нәтижелерді көріп айтып отырамын. Сенен мынандай жауап келді, сенен мына жерде сен кішкене түсінбеген екенсің, қайтадан қайталай қойшы, сонда керемет жақсы болады деп айтып отырамын. Енді мен алдын ала кейде балаларға алдын ала тапсырмалар беріп қоям. Өткенде ашық сабақты бергенімде менің тақырыбым музыка және мүсін болған. Сол кезде балаларға тыңдайтын музыканың кейіпкерлерін ғана айттым да, мүсін дайындаңдаршы деп тапсырма беріп едім. Керемет балалар мүсіндер даярлап қойды. Мынау енді жаңағы бағдаршам кері байланысын өзім өзгертіп жасап алдым деген тәсілім мынау. Одан кейін балалар енді сабақтың уақытында мен айтамын. Сабақтың уақытында балалар берілген тапсырманың бәрін біз сабақтың уақытында орындаймыз. Үйге кейде сұрайды, апай, үйге тапсырма беріле ма деп. Негізі мынау біздің приказ бұйрық бойынша музыка пәнінен тапсырма берілмейді. Және де міне
45-ші бұйрық 13-ші тамыздағы 20-шы жылғының қосымша 484-ші бұйрықта 17-ші қарашадан музыка пәнінен біздің сала эстетика пәндері бойынша оқу тапсырмасы өз бетінше оқу үшін беріледі. Білім алушылардан міндетті кері байланыс қажет емес деп жазылған. Бірақ енді біз кері байланыс алмай сабақты өткізіп отыра алмаймыз ғой. Біздің пәндер өте спецификалық пәндер, өздеріңіз білесіздер. Біздің мақсатымыз балаға өнерге деген қызығушылығын танытып, берген білімімізді игеріп, білім алса ғана бізге жеткілікті болады деп ойлаймын. Бірақ біздің оқушылардың өте қызығушылығы жоғары. Қазір сіздер менің оқушыларымның берген дауыс. Мен бүгінгі сабақтан опера, жанр, операға кіріспе, либретто, сюита, аспаптық музыка, интерпретация дегенді білдім. Және отан таңы деген өлеңмен таныстым. Бұл менің оқушыларымның дауыс хат. Мысалы, Тува халқы, олар көмеймен ән айтады. Мен бүгінгі сабақта мына нәрсені түсіндім. Біз саяхатқа қалай немен шығуға керектігін түсіндім. Бүгінгі тақырып түсінікті болды. Мен бүгінгі сабақта шығыс халқының ұлттық аспаптары дәстүрі туралы білдім. Мен бүгін нені білдім? Мен бүгін Достар серті деген мюзиклді тамашалап, тыңдап көрдім. Өте құлаққа жағымды естілген әуен екен. Тағы не білгім келеді? Мен бұл білгім келедіні Достар серті деген мюзикл тек қана жағына өлең бе, әлде бұл бұны бір театрларда қолданамын. Не қызық болды? Маған барлығы қызық болды. Және онлайн мектеп тапсырмаларын орындағанда балалар мүмкіндігі бар оқушылар орындайды, мүмкіндігі жоқ оқушылар чат бойынша мен әр тақырып бойынша әр сыныпқа өзім бейне сабақ дайындап отырамын. Сол бейне сабақты түсінікті болады деп мен оларға түсіндіремін. Ішіндегі тапсырмасы да, тыңдайтын музыкасы да барлық мүмкіндік берілген. Және балаларға аудио Еркежан, кері байланыс жауабың маған өте ұнады. Жарайсың. Әрдайым білімге құштарлығың арта берсін. Бексұлтан, мюзиклді толық сипаттап шықтың. Пайда болу тарихы, қайда пайда болды, қашан пайда болды, өте керемет жауап. Рахмет саған. Жарайсыңдар балалар. Кері байланыс жауап бергендерің қандай керемет. Мен өте қуанып отырмын. балалардың берген кері байланыстарын естіген кезде жүрегің елжіреп керемет болып кетеді. Кешіресіз Кәмшат апай, уақыт бітіп жатыр, қайтадан қайта кіру керек. Бітіп жатыр уақыт. Енді болып қалдым негізі. Осы жетістік баспалдығы, сосын мынандай жазып мен кері байланыс беріп отырам. Онлайн мектептің нәтижесіне егер 40% болса, сен жоғары нәтиже көрсете аласың, мен саған сенемін деп жауап беріп отырамын. Және мынандай аудио кері байланыстар жіберіп отырады оқушыларым. Кері байланыс тиімділігі оқушының өз-өзіне есеп беруге баулиды. Оқушының қажеттілігін біле аламыз, оқушының өзіндік көзқарасы қалыптасады.